Құрметті ата-аналар, көктемнің шуағымен бірге балаларымыздың белсенділігі де арта түседі. Алайда, дәл осы кезеңде олардың өміріне төнетін қауіп-қатерлер де еселенетіні сөзсіз. Осы орайда балалардың құқықтарын қорғау комитеті ата-аналарға, мұғалімдерге және барша ересектерге балалардың күнделікті өміріне мұқият қарауға шақырады. Балаларымыздың өмірі біздің қолымызда. Әрбір ата-ана сақтық шараларын ұстанып, қауіпсіздік ережелеріне бей-жай қарамауы тиіс. Ресми деректерге сәйкес 2024 жылы Қазақстанда балалардың терезеден құлау көрсеткіші өткен жылмен салыстырғанда 2 есеге артты. Әсіресе 2-5 жас аралығындағы бүлдіршіндер үшін бұл аса қауіпті. Мұндай қайғылы жағдайлар көбіне ересектердің бейқамдығынан және терезеге арнайы қорғаныс құралдарының орнатылмауынан орын алады. Сондай-ақ суға кету оқиғалары алаңдатарлық деңгейге жетті. 2024 жылы елімізде балалардың су айдындарында қаза табуы өткен жылмен салыстырғанда 1,5 есеге өскен. Бұл әсіресе 10-16 жас аралығындағы балалар мен жасөспірімдер арасында жиі кездеседі. Мұның басты себептері қараусыз шомылу және арнайы рұқсат етілмеген жабдықталмаған су айдындарында суға түсу. Қайғылы оқиғалардың алдын алу үшін мына қарапайым, бірақ аса маңызды ережелерді есте сақтаңыз. Бірінші, терезелерге сақтық құрылғыларын орнатыңыз. Арнайы құлыптар, торлар балалардың құлауына жол бермейді. Екінші, тек қауіпсіз жерлерде суға түсіңіз. Құтқару қызметі бар жерлерде таңдаңыз. Бейтаныс су айдындарынан аулақ болыңыз. Үшінші, балаларымызды қараусыз қалдырмаңыз. Әсіресе су маңында әрдайым бақылауда ұстаңыз. Төртінші, судағы қауіп-қатерлерді түсіндіріңіз. Биіктен суға секіру, тереңдікте ойнау және қатты ағыстарға жақындау өте қауіпті екенін үйретіңіз. Бесінші, балаларды алғашқы көмек көрсетуде баулыңыз. Суға кеткен адамға қалай көмек көрсету керектігін білудің өзі біреудің өмірін сақтау қалуы мүмкін. Құрметті ата-аналар, балаларымыздың амандығы біздің ең үлкен жауапкершілігіміз. Біз олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндеттіміз. Қайғылы жағдайлардың алдын алу өз қолымызда.